Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Баспанаға қаражат жинау үшін 11-15 жыл қажет. Бұл туралы мәжілістің 2022 жылғы республикалық бюджеттінің атқарылуы туралы есепті таныстырған жоғары аудиториялық палатасының төрағасы Наталья Годунова мәлімдеді. Оның айтуынша, халықтың тапқан табысының азық-түлікке жұмсайтын шығындары өскен. Қазақстандықтар ай сайын кірісінің 41%-нан 60%-на дейінгі тамаққа жұмсайды. Табысы өте төмен топтардың өсу тенденциясы байқалады. Бүгінде олардың саны шамамен 10%, ал өсімі 0,24% тармақ. Халыққа баспанаға қаражат жинау үшін 11-15 жыл уақыт қажет. Бұдан бөлек халықтың денсаулыққа жұмсайтын жеке шығындарының бір жылда 30%-ға артқан. Кәсіпкерлік емес, мақсатқа берілген кредиттер де бір жылда 30%-ға өсіп отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.